Қайырлы күн, достар. Егер үйіңізде сгушенка мен жұмыртқа бар болса, өте қарапайым, оңай әрі дәмді болып шығатын пончиктердің рецептімен бөлісемін. Ал ендеше кеттік, менімен бірге жасауларыңызға болады. Алдымен ыдысымызға сгушенканы құйып алып, үстіне жұмыртқа қосып, жарты шай қасық содамызды салып аламыз. Соданы көп қосудың қажеті жоқ, өйткені дәм шығып кетуі мүмкін. Үшеуін жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Үстіне ұнды салып, қатты жұмсақ қылмай қамырелейміз. Мені жоғалтып алмау үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, жанында қоңыраушаны басып қойсаңыз, видеомды ең алғашқылардың бірі болып көре аласыз. Илеп болған соң, жарты сағатқа тындыруға пакетке орап қойып қойдым. Үйі қанған қамырды 3 суалаға бөліп алып, біреуін осылай жайып алдым. Қамырдың қалыңдығы 3-4 мм болу керек. Мен осылай домалақ формалармен қиып шықтым. Осыдан артылып қалған қамырлардың барлығын біріктіріп, зуала жасап, тағы да осылай жасауға болады. Барлығын қиып болдым. Енді қызып тұрған майға екі бетін жақсылап қызартып, қуырып аламын. Қуырған кезде байқап тұру керек, тез қызарып кетеді. Видеом пайдалы болды деген сенімдемін. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойсаңыз болады. Алдағы уақытта бұдан да пайдалы рецепттермен бөлісіп тұрамын. Сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, төменде комментария бөліміне қалдырып кетіңіз. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, балаларыма қатты ұнады. Тез пісетін болғандықтан майдың дәмі мүлде шықпайды. Сіздермен болған Дикош рецепті каналынан құрметпен Динара.